2018 жылы өзінің 45 жылдық мерейтойын атап өткен Маңғыстау облысы Қарақия ауданында 19 мектеп, 20 балабақша, 2 кешкі мектеп жұмыс жасайды. Мектеп оқушылары арасында өткізілген орысша кожный мяч деп айтамыз. Ол сайысқа ауданнан, облыстан, республикадан жеңімпаз оқушыларымыз көп. Осы 2018 жылдың өзінде балдарымыз қатысып, орта тобымыз 3-ші орын алып келді республикадан, үлкен тобымыз 2-ші орын алып келді. Ал өнер мектебінің оқушылары жыл сайын Италия, Германия елдерінде өтетін халықаралық сайыстарда гран-при жүлделерді қанжығаларына байлап, қазақтың мәдениетін әлемге танытып жүр. 2019 жылға дейін 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды балабақшамен қамту болып табылатын үкімет тапсырмасын уақытынан бұрын орындаған. Жаһанданған заманда оқушылардың зейінін смартфонға емес, Рубик текшесіне аудартуды алға қойған білім бөлімі қоңырау уақытында балаларды логикалық бас қатырғышты ойнауға шақырады. Рубик текшесін ең жылдам жинаған оқушыға қомақты қаржылай сыйақы да тағайындалған. Бәсекеге қабілетті дамыған елдердің деңгейіне көтеру үшін болашақ ұрпақты мектеп қабырғасынан бастап жан-жақты білімді етіп тәрбиелеуді басты бағытына айналдырған Қарақия аудандық білім бөлімінің бүгінде абыройлы қызмет атқарып жатқандығының куәсі болып қайттық. Махаббат Мақсатқызы, Қоспай Көбейсін, арнайы абыройлы үшін.